Сәлем достар, бүгінгі видеода қытырлақ баялды салатын дайындайтын боламыз. Қытырлақ дәмді болып шығатын баялды салатын дайындау үшін бізге тәтті бұрыш, баялды, сарымсақ және көк пияз, ақ пияз, жартылай тәтті ащы бұрыш қажет болады. Баклажанымызды жолақша етіп, сыртқы қабатынан тазартамыз. Баклажанды екі бөлікке бөлінген баклажандарымызды үш бұрышты немесе төрт бұрышты немесе қиғаш формада өздеріңізге ұнағандай етіп турап дайындап аламыз. Дайын болған баклажандарымызды картоп крахмалымен араластыратын боламыз. Картоп крахмалын қолданылатын себебіміз баклажандарымыздың сыртқы қабаты майды сорып алмас үшін. Крахмалданған баклажандар қуырылған кезде өте қытырлақ болып шығады. 50 мл су, 1 шай қасық крахмалды араластырып дайындап аламыз. Жартылай ащы бұрыштың сабағынан тазартып аламыз. Мендегі жартылай ащы бұрыш 50 грамм. Және дәні орташа болғандықтан мен дәнін алып тастамадым. Дәл осылай турап дайындап аламыз. Тәтті болгар бұрышы сары түстісінен 100 грамм, қызыл түстісінен 100 грамм қолдандым. Ортасындағы ақ қабыршағын алып тастап, үш бұрышты етіп турап дайындап аламыз. Салатымызға қосатын сарымсақтарымызды 3-4 тіщесін тазартып дайындап аламыз. 3 данасын ірілеу етіп турап аламыз. 1 данасын өте ұсақ етіп тураймыз. Екі түрлі етіп турауымыздың себебі өте ұсақталып туралған сарымсағымызды соусымызға құятын боламыз. 70 грамм ақ пиязды екі бөлікке бөліп, оны және екі бөлікке бөліп, 4 бұрышты етіп турап дайындап аламыз. Кинза көк шөбін қолдануға болады, өте дәмді болып шығады, бірақ мен кинза қоспадым, тек көк пияз қостым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай керекті көкөністерімізді турап дайындап аламыз. Салатымызға қосатын тұздығымызды алдын ала дайындап қоямыз. Соя тұздығы 2 шай қасық. Қаншалықты соя тұздығын қолдансаңыз, соншалықты күріш, сірке суын қосатын боламыз. Демек, 2 шай қасық күріш, сірке суын қосамыз. 1 шай қасық қант, 1 шай қасық сұйық май. Барлық ингредиенттерді араластырып, қант ерігенше араластыруымыз қажет. Алдын ала турап дайындап алған сарымсақты араластырамыз. Тұздығымызды 1 келкі етіп араластырып, дайындап алып, табаны отқа қойып, 350 мл сұйық майды құйып, қыздырамыз. Қызып тұрған сұйық майымызға крахмалданған баялды көкөнісін қуырып алатын боламыз. Крахмалданған баклажандарымызды елекке салып, артық крахмалын елеп, тек қана дайын баклажандарымызды қызып тұрған майға сары түске енгенше қозғай отырып, қуырып дайындап аламыз.
барлық баклажандарымызды сап-сары етіп дайындап қуырып аламыз. Қуырылған майды сүзгіден өткізіп, табамызға 2 ас қасық майды құйып дайындаймыз. Дайын тұрған ыстық майға турап дайындалған сарымсақты аздаған секундтардың ішінде қозғай отырып қуырып аламыз және алдын ала дайындап алған көкөністерімізді жылдамдықпен салып 1 минутқа жеткізбей қозғай отырып қуырып аламыз. Себебі біздің көкөністеріміз қытырлақ болып тұрғаны өте дәмді болып шығады. Қуырылған баклажандарымызды араластырамыз. Осы тұста алдын ала дайындап қойған соя тұздығы араластырылуы қажет. Соя тұздығын қосып және бір араластырып аламыз. Алдын ала қоюлату үшін дайындалған крахмалды суымызды араластырамыз. Крахмалды суды бөлек дайындаған себебіміз қаншалықты қоймалжыңды болатынын осылай ғана жеке дайындаған кезде көре аласыздар. Иісі өте бұрқырап дәмді екені білініп тұр. Төбет ашарлықтай болып дайындалған салатымызды дастарханымызға ұсыну үшін тарелкаға саламыз. Аз болсын, сіздер де дайындап көріңіздер. Егер сіздер менің рецептімен дайындап көрсеңіздер, қалай болып дайындалғанын комментария бөлімінде жаза отырыңыздар. Сіздермен болған Қарлығаш. Келесі видеода кездескенше назарларыңызға рахмет. Менің дайындаған әрбір салаттарымның калькуляциясы бойынша табыс табуға болады.